Қайырлы күн, достар. Бүгін біз мынандай әдемі Орео дейтін сумка тоқимыз. Яғни бұл сумканың аты Орео деп аталады. Ең алдымен бұның ортасын тоқимыз мынандай домалақ қылып. Одан кейін екі домалақты қалай бір-бірімен соединять етеді, соны үйретемін. Және де клапанды қалай тоқу керек, қалай жалғау керек, соның барлығын үйретемін. Ол үшін бізге өзіңіз қалаған түсте пряжа аласыздар. Бұл трикотажная пряжа. Фирма Tiffany. Ұзындығы 100 плюс-минус 10 метр қосылады, яғни 100-110 метр. 8-9 мм бұл ширинасы. Жері 8-9 мм. Және де весі 330-360 грамм шығады. Бізге жаңағы Орео сумканы тоқу үшін осы бір моток пряжа жетеді. Тағы да керекті құралдардан ол 6 номерлік крючок. Мына түске мен серебро таңдадым. Осындай серебряный замочек. Келесі мындай екі кольца карабины. Цепочка. Және де қайшы. Любой қайшы болады. Ал енді бастайық. Бізге ыңғайлы болу үшін пряжаны өзімізге бұлай ыңғайлы етіп шығарып аламыз. Сосын мынандай жалпақ болмау керек. Оны кішкене бұлай қарай тартамыз. Кішкене жинақы болу керек. Қазір біз кольца амигуруми жасаймыз. Оны қалай жасаймыз? Мына екі саусаққа жіптің ұшы бер жақта болады. Екі саусаққа жіпті осылай ораймыз. Мына жақ крестообразный болып шығу керек. Мінекей. Сосын крючокты аламыз, 6 номерлік. Мына жіптің ортасынан кіргізіп, мына жұмыс жібін тартып аламыз былай қарай. Сосын жұмыс жібі всегда мінекей оң жағымызда болады. Мына жерді закреплять ету үшін мына жіпті мына екі ортадан өткіземіз. Мінекей. Мына былай ұсталып тұр ғой. Мына крючокты жіптің астынан кіргіземіз де, бері қарай былай тартып аламыз. Мінекей. Енді крючокты мына дөңгелектің ортасына кіргіземіз. Жұмыс жібін тартып аламыз. Мінекей, тартып аламыз. Мына жіптен қарағанда, мына жіп кішкене ұзындау болу керек. Бұл столбик без накида деп аталады, бұл узордың аты. Мына жұмыс жібін мына жақтан енді былай тартып аламыз. Осындай петлялардан біз 6 тоқимыз. Біріншісі кетті. Кругтың ішіне кіргіземіз. Жіпті тартып аламыз. Жұмыс жібін аламыз да, мына екі крючоктағы жіптен өткіземіз. Сонда мінекей мынандай петлялар шығады. Бұл столбик без накида деп аталады. Екі. Енді үшіншісін жасаймыз. Ортасынан аламыз. Жұмыс жібін тартамыз. И столбик без накида тоқимыз. Мінекей 1, 2, 3, 4. Енді екеу тоқимыз. 5. 6. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей, мынау 6-шысы. Енді мынау кішкентай ғана ұшын қаттырақ тартамыз, үзіліп кетпесін, абайлаңыздар. Мінекей, ортасын осылай әдемілеп ашамыз. Мінекей. Осындай колечко шығады әдемі.
Енді осыны біз бір-біріне жалғауымыз керек. Крючокты алып шығамыз. Мына жердегі емес, мына петляның ортасына крючокты саламыз, астына, иненің астына. Мінекей, мына екеуінің астына. Сосын мына жіпті тартып аламыз осы жерден. Енді мінекей, мына жерде мынандай галочка болып тұрсыздар ғой. Осы екі галочканың ортасына крючокты саламыз. Мінекей. Мына екі галочканың ортасынан шығу керек. Мінекей, көрдіңіздер ме? Енді жұмыс жібін мына жерден өткіземіз. Жұмыс жібін томалақ мына петляны тартып аламыз мына жаққа. И жоғарыға шығарамыз. Бәрін дұрыстап тартыңыздар. Воздушная петля тоқимыз. Енді біз прибавка жасауымыз керек. Оны қалай жасаймыз? Прибавка деген мына қатардың санын көбейтуіміз керек. Мына жерде бізде 6 петля ма, біз енді оны 12 қылуымыз керек. Оны қалай істейміз? Мінекей, мына жерге мен бір галочканы тоқыдым. Енді тура осы точкаға мен тағы бір тоқимын. Тоже столбик без накида. Мінекей, крючокты апардым, кіргіздім. Жұмыс жібін тартып аламын. Осылай созамын. Міне мына жіп мынадан ұзын болу керек. Қайтадан жұмыс жібін тартып алам. Сонда міне бір галочкаға екі галочка тоқылды. Бұны прибавка деп айтамыз. Келесі галочка. Тура ортасына крючокты саламыз. Артында мына екі ортадан шығу керек. Мына екі ортадан. Көрдіңіз ба? Жұмыс жібін тартып аламыз. Столбик без накида тоқимыз. Тура осы нүктеге мен қайтадан крючокты саламын да, жұмыс жібін тартып аламын. Сонда міне прибавка жасалынады. Қалғандарымен де тура солай жасаймын. Біреу дәл осы жерге екіншісін тоқимын. Екеу. Келесі мынау бізде. Біреу. Дәл осы жерге екіншісін саламын. Біздің ряд көбейіп жатыр. Мына ортасы ашылып кетсе, мына жіптен тартасыздар. Ортасын жабу үшін. Міне, бізде 12 столбик без накида шықты. Міне, мынаумен бірге саналады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді қатарды жабамыз. Ол үшін жаңағындай қайтадан кішкене ұзартып алайық. Мына жерден емес, мына екі петляның ортасынан кіргіземіз крючокты. Мінекей. Мына жіпті мына жақтан шығарып аламыз. Енді міне мына жерден біз крючокты шығаруымыз керек. Тура жаңағындай қатарды жабамыз.
жұмыс жібін қаттырақ тартамыз. И петля подъема. Енді қараңыздар. Мына жерде біз қазір мына жерде біреу тоқылып тұр, иә? Міне мына жерде бір галочка тоқылып тұр. Мына жерде прибавка. Біз қазір мынандай прибавканың үстіне келмеу керек. В данный момент мына жерде бәрі прибавка болғаннан кейін біз қазір былай тоқимыз. Мына біріншіге осы біреу болып қалады. Келесі галочкаға прибавка тоқимыз. Міне мына галочкаға прибавка тоқимыз. Прибавка деген ол бір точкаға екі столбик без накида тоқу. Енді мына жерге біреу тоқимыз. Яғни бір прибавка, бір прибавка, бір прибавка, солай чередовать етіп кете береді. Мына жерге біз қазір біреу тоқимыз. Келесі галочкаға біз прибавка тоқимыз. Мынаған біреу тоқимыз. Біреу тоқимыз. Мына жерге прибавка. Біреу. Солай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Жерде прибавка. Мінекей. Прибавка, біреу, прибавка, біреу, прибавка. Енді біреу тоқимыз. Ары қарай өздеріңіз жалғастырыңыздар. Қазір соңғы қатарда кездесеміз. Енді мына жерге емес, мына жерге крючокты кіргіземіз. Жіпті тартып аламыз. Енді міне дәл мына галочкадан кіргіземіз крючокты. Дәл солай қатарды жабамыз. Петля подъема жасаймыз. Енді қараңыздар. Міне мына жерде прибавка біреу болып тұр ғой. Прибавканың үстіне қазір екеу тоқимыз. Мына одиночныйға прибавка тоқимыз. Екеу прибавка қылып. Сонда міне мына алдыңғы ряд прибавка біреу болса, келесі ряд прибавка екеу қылып тоқимыз. Бірінші, міне мына прибавканың үстіне прибавка келмеу керек. Айттым ғой, иә? Міне мынау екі прибавканың үстіне бірден екі столбик без накида тоқимыз. Мінекей. Енді мына жалғыз тұрғанға прибавка тоқимыз. Екі. Енді қайтадан екеу тоқимыз. Прибавка. Екеу. Бірден. Біреу. Екеу. И прибавка. Тура солай
соңына дейін жалғастырамыз. Міне соңғы прибавканы тоқыдым. Қатарды тура солай жабамыз. Бұл жерде тура сондай схема. Прибавканың үстіне прибавка келмеу керек деген. Яғни қазір біз 1, 2, 3 тоқимыз. Мінекей біреу прибавка болып тұр ғой. Үшеу прибавкасыз тоқимыз бір-бірден. Мына келесіне прибавка тоқимыз. Үшеу прибавка тура солай біз тағы 2 қатар тоқимыз. Яғни общий 5 қатар болу керек. Қазір көрсетейін. Біріншісін тоқыдым, екіншісі, үшіншісі. Енді мына жерге төртіншісіне прибавка тоқимыз. Бір точкаға 2 столбик без накида. Тағы да үшеу тоқимыз. 2, 3 и прибавка. Үшеу тоқимыз. 1, 2, 3 прибавка. Дәл солай соңына дейін тоқыңыздар. Мен ең соңғы галочкаға прибавка тоқып жатырмын. Екіншісі болды. Қатарды қайтадан жабамыз. Тура солай 4 тоқимыз. Мінекей. 1, 2, 3, 4. Прибавкамен 4 болып тұр. Сосын прибавка. 4, прибавка. 4, 5-шісі обязательно прибавка. Міне біреу тоқылды. Жерге екіншісі тоқимыз. Үшіншісі. 4 и прибавка. Bir, iki, üç, 4, прибавка. Прибавка. Кейін ары қарай өзіміз жалғастырамыз. Мен осылай 4-ші рядты тоқыдым. Қазір соңғы рядты тоқимыз. Егер де сіздер сумканы үлкен немесе кішкентай қылғыңыз келсе, барлығы осы домалақтың қатарларына байланысты болады.
мына сумкада дәл осындай 5 қатар. Мына қолданылған пряжа болғаннан кейін кішілеу болып көрініп тұр. Негізінде бұда да дәл осындай 5 қатар. Осындай кішкентай қылып тоқитын болсаңыз, онда мына дөңгелекті кішірек қыласыз. Ал егер мен сумканы үлкен қылғым келеді десеңіздер, онда ол мінекей. Мына жерде қазір айтам қанша қатар екен. Мына жерде бір қатарға бөлші, 6 қатар. Сол үшін бұл сумка бөлші көрінеді. Мінекей салыстырмалы түрде. Мынау кішілеу, мынау үлкендеу. Өйткені домалаққа байланысты, домалақтың қатарына байланысты сондай болып тұр. Ал мына жақтары екеуінде де бірдей. Енді мінекей. Бесеу тоқимыз. Бірінші без столбик без накидом. Кейін алтыншысы прибавка. Мынау прибавка. Үш, бес. Так. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Прибавка. Дәл осылай ары қарай өздеріңіз тоқи беріңіздер. Мен соңында қалай рядты жауып, жіпті кесу керектігін көрсетемін. Бес. Прибавка. Соңғы прибавканы тоқыдым. Енді осындай круг шықты. Әдемі. Енді біз мына жіпті кесеміз. Кішкене ұзындауға кесейік. Жіпті шығарып аламыз. Міне. Крючокты арт жағынан кіргіземіз. Мына кесілген жіпті сол арт жағына қарай тартып аламыз. Аттырақ тартайық. Енді мынандай галочка шығу үшін біз тура осы жіпті алдыға келеміз. Мына галочканың мына бір шетінен ұстап аламыз да, жіпті мына жаққа қарай қайтадан шығарамыз. Сонда осылай білінбей қалады. Міне тура сол тоқылғандармен бірдей болып қалады. Енді мына жіпті кеспейміз. Мынау орталарға бұл жіптерді тығып тастаймыз. Крючокты мына жаққа кіргізіп. Жіпті іліп аламыз да. Ішке қарай өткізіп тастаймыз. Солай тағы да бір жүргізіп өтейік.
біздің екі дөңгелегіміз дайын. Енді біз қазір екі дөңгелекті бір-біріне жалғаймыз. Ол үшін мынау мінекей бет жағы, мынау артқы жағы. Бет жағынан крючокты любой бір петляның ортасына кіргізесіздер. Одан кейін жұмыс жібін тартып аласыздар. Бір петля дайын. Ортасынан өткізесіздер. Енді бізге қазір 14 воздушная петля тоқуымыз керек. Мынау бір болып есептелінеді. Оны қалай тоқимыз? Жұмыс жібін мына екі ортадан өткізуіміз керек. Ол үшін жұмыс жібін тартамыз. Мына екі ортадан өткіземіз. Екіншісі 3 4 5 6 крючокты жіптің астына өткіземіз де тартып аламыз. 7 8 9 10 11 12 13 14. Тағы да бір санап шықсаңыздар болады. 2 4 6 8 10 12 14. Енді екінші дөңгелекті аламыз. Бұл арт жақтан тоже крючокты бір петляның ортасына саламыз. Мына жұмыс жібін тартып аламыз. Сосын мынаумен соединительная петля жасаймыз. Осылай бір-біріне жалғаймыз. Одан кейін қайтадан сол жұмыс жібін іліп аламыз да, қайтадан соединительная петля жасаймыз. Сонда біз мына екі дөңгелекті бір-біріне жалғадық. Енді тоқымамызды айналдырамыз. Біз қазір мынау мінекей крючокта тұрған жіп, ол жұмыс жібі. Мынау жаңағы біздің тоққан воздушная петлямыз. Енді біз қазір қалай жасаймыз? Біз мынаған емес, мына екіншісіне соединительный столбик тоқимыз. Ол үшін крючокты дәл ортасына кіргіземіз. Жұмыс жібін тартып аламыз да, мына жерден сразу өткізіп жібереміз. Бұл бірінші петля кетті. Екінші петля тура солай тоқимыз, соединительный столбик жасаймыз. Яғни біз қазір былай жұмыс жасаймыз. Екі соединительный столбик тоқимыз. Одан кейін 10 столбик без накида тоқимыз да, тағы да екеуін соединительный столбик жасаймыз. Сонда общий 14 шығады. Қазір біз 10 столбик без накида тоқуымыз керек. Петляның дәл ортасына крючокты кіргіземіз. Жұмыс жібін жіптің астынан тартып аламыз. Енді мына екі жіпті провязывать етеміз. Ол үшін мына жіпті қайтадан екеуінен тартып аламыз. Бұл столбик без накида. Екіншісі тура солай ортасына кіргіземіз. Жұмыс жібін тартып аламыз. Тағы да мына крючоктағы екі жіпті провязывать етеміз. Екі, дәл солай 10 тоқуымыз керек. 3 4 5 6 7 8 9 10. Мінекей.
мынандай узор шықты. Енді мына соңғы 2 петля, 1, 2, екеуін соединительный столбик қыламыз. Жіпті тартып аламыз да, крючокта тұрған жіпке кіргіземіз. Жіпті тартып аламыз, крючокта тұрған жіпке кіргіземіз. Все. Келесі біздің жасайтын ісіміз ол. Біз қазір мінекей. Былай тұр ғой. Біз мынаның астына өткіземіз. Мінекей, мынау жіп былай тұру керек. Мына узор былай тұр ғой. Қазір біз мына петляның алдыңғы жағынан крючокты кіргізіп, жіпті тартып аламыз да, мынаған соединительный столбик жасаймыз. Воздушная петля. Тоқимыз. Енді тоқымамызды аударамыз. Ең бастысы сіздер тоқыманы бір жаққа аударыңыздар. Мысалға, мен мысалға мінекей сол қолыма қарай, артқа қарай айналдырамын. Сонда мына жіп артта қалады. Ал егер сіздер керісінше айналдыратын болсаңыздар, онда мына жіп алдыға шығып кетеді. Ол дұрыс емес. Жіп артта тұру керек всегда. Мінекей. Енді не істейміз? Крючоктағы жіп тұр. Мынау воздушная петля. Мына жіпке всегда тоқыған кезде екіншіден бастайсыздар. Мынау 1, міне екіншісі. Бұл жерге біз соединительный столбик жасаймыз. Екеу жасаймыз соединительный столбиктан. Біреу кетті. Ортасына кіргіземіз. Жіпті тартып аламыз. Және де крючоктағы жіптен өткіземіз. Екеу кетті. Енді 10 тоқимыз. Столбик без накида. Тура солай. Мына артқы жағынан, галочканың артқы жағынан жіпті тартып аламыз. Сосын жұмыс жібін крючоктағы 2 жіптен өткіземіз. Екіншісі. Мынау үшінші. Столбик без накида. Төртіншісі. Без. Қараңыздар, кейде шатасы біз прибавка жасап қоюымыз мүмкін. Жаңадан бастап жатқандар болса, міне мынаған тоқимын ба, жоқ мынаған тоқимын ба деп шатасып жатады. Мен кезінде өзім де соған шатасқам. Егер прям түсініксіз болып жатса, онда мына жіпті тартып көріңіз. Көрдіңіз бе? Значит, мына жіп тоқылған. Келесісіне саламыз деген сөз. Төртеу, алтыншы, 7. 8, 9, 10. Енді соңғы екеуін соединительный столбик жасаймыз. Крючокты ортасына кіргіземіз, жіпті тартып аламыз, крючоктағы жіптен өткіземіз. Екіншісі дәл солай. Енді мына жақта біз мінекей узор былай қарайды. Мынау оң жағы, мынау арт жағы. Қайдан білдім десеңіздер, мынау 2 круг бетімен біздің сыртқа қарап тұру керек. Үш жағы іште қалу керек. Сонда не былай қойсақ, узор шығып тұр. Енді біз узордың мінекей біз бер жағынан тоқимыз қазір. Мінекей, мынау тоқылды. Енді біз мына
екі ортаға кіргіземіз. Яғни крючокты міне екі ортасына кіргіземіз, арт жағынан кіргіземіз. Петляны тартып аламыз және соединение жасаймыз. Осылай соединение жасадық. Одан кейін барып воздушная петля. Воздушная петля не үшін керек? Чтобы келесі рядқа өту үшін. Тоқымамызды айналдырамыз. Естеріңізде ғой, крючоктағы жіп, сосын біріншісін тастап кетеміз да, екіншіден бастаймыз. Екі соединительный столбик жасаймыз. Бір. Екі. Енді 10 столбик без накида. Төртеу бесеу. Алтау. Жеті. Сегіз. Тоғыз. Он. Соңғы екеуі соединительный столбик. Бір. Соединение. Ортасынан кіргіземіз. Жіпті тартып аламыз. Крючоктың ортасынан өткіземіз. Крючоктағы жіпке өткіземіз. Енді біз мына жақта ғой узорымыз. Мына петляға тоқимыз. Бұны алды жағынан кіргіземіз. Алды жағынан кіргізіп, жіпті тартып аламыз да, соединительные петли жасаймыз. Одан кейін воздушная петля. Келесі рядқа өту үшін. Воздушная петля жасадық. Енді тоқымамызды аударамыз. Екіншісінен бастап соединительный столбик жасаймыз. Екеу тоқыдым. Енді 10 столбик без накида. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. Екі соединительная петля жасаймыз. Бір және екі. Енді міне узорымыз былай келе жатыр. Сондықтан біз қазір мына петляға, жоқ, мына петляға крючокты артынан саламыз. Артынан екеуінен саламыз. Жіпті тартып аламыз. Және соединительный петля жасаймыз. Воздушная петля. Екі соединение. Он столбик без накида. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. Енді екі соединительный столбик. Бір.
2. Енді бұл жерде біз алды жағынан кіргіземіз крючокты. И соединение жасаймыз. И бір воздушная петля. Дәл осылай өздеріңіз жалғастырыңыздар. Сумкамызды тоқып бітірдік. Енді артық жіпті кесіп тастаймыз да, ішіне қарай кіргізіп тастаймыз. Енді клапан тоқимыз. Жіпті қолымызға орап, дәл видеодағыдай узел жасаймыз. Крючокты кіргіземіз. Указательный палецпен жіпті ұстаймыз. Ортаңғы және бірінші саусақпенен ана жіпті, ал мына жақтағы 4-5 саусақпенен қалған жіпті ұстап тұрамыз. Сосын 11 воздушная петля тоқимыз. Жіпті тартып аламыз ішке қарай. Бұларды воздушная петля деп айтады. Енді крючоктағы жіпке және де бірінші жіпке тиіспейміз. Екінші жіптен бастап столбик без накида тоқимыз. Ортасына саламыз, жіпті өткізіп алып, екі жіпті провязывать етеміз. Дәл солай біз қалған столбиктардың барлығын тоқып шығамыз. Ортасына кіргіземіз, жіпті тартып аламыз, және де жұмыс жібіменен екі крючоктағы жіпті провязывать етіп аламыз. Ең соңғы петляға біз 3 столбик без накида тоқимыз. Солай біз овал құрамыз. Біріншісі, тура осы нүктеге екіншісін тоқимыз. Сосын үшіншісін тоқимыз. Енді біз тоқыманың бер жағына өтеміз, және де мына жіпті бірге тоқып тастаймыз. Екі бүйірінен салып отырып, ары қарай столбик без накида тоқуымыз керек. 9 столбик без накида тоқисыздар. Соңғы 9 столбик без накида тоқып жатырмын. 9. Енді біз қазір воздушная петля жасаймыз. Яғни біз рядты келесі жағына өтуіміз керек. Тоқымамызды аударамыз, және де тағы да 9 столбик без накида тоқуымыз керек.
9-шы столбик безнакейді және де мына үшеуіне біз прибавка тоқимыз. Мынау бірінші прибавка. Дәл осы жерге тағы біреуін тоқимыз. Екінші прибавка. Және үшінші прибавка. Тағы да 9-ын арғарай тоқыңыздар. Міне мен тоқыдым. 9-шысын тоқып жатырмын. Қазір воздушная петля жасайсыздар да, қайтадан обратно кетесіздер. Тағы да 9 столбик без накида тоқыңыздар. Прибавкаға да келдік. Енді мына жерге бірінші прибавканы жасаймыз. Мынаған біреу тоқимыз. Сонда біз прибавка, біреу қылып қатар санын көбейтеміз. Мына жерге прибавка. Келесіне біреу тоқимыз. Прибавка. Және біреу тоқисыздар. Одан кейін 9 столбик без накиданы өздеріңіз арғарай тоқыңыздар. Мен воздушная петля жасап, қайтадан артқа кетемін. Тура солай 9 воздушная петля жасаймын прибавкаға дейін. Енді қазір біз прибавка екеу қылып тоқимыз. Мұнда прибавка тоқимыз. Келесі бір-бірден екеу тоқисыздар. Прибавка. Екеу тоқисыздар бір-бірден. Біріншісі. Екіншісі. Прибавка. Енді екеу тоқисыздар. Одан кейін плюс тағы 9 столбик без накида соңына дейін тоқып шығыңыздар. 9-шысы. Воздушная петля жасаймыз. Артқа қайтадан қайтамын. 9 столбик без накида тоқисыз. Прибавкаға келдік. Енді біз прибавка 3 деп жасаймыз. Бірінші прибавка. Одан кейін бір-бірден үшеу тоқисыздар. Мына жерге біреу, екеу, және үшіншісі. Прибавка. Жерге біреу, екеу, және үшіншісі. Келесі прибавка. Енді үшеу тоқисыздар. Одан кейін 9 столбик без накида тағы да тоқып шығасыздар соңына дейін. Солай біз 4 қатар жасаймыз. Мынау соңғысын тоқып жатырмын. Воздушная петля обязательно. Және де 9 столбик без накида. Прибавкаға келдім қайтадан. Енді прибавка 4 деп жасаймыз. Бірінші прибавка болады. Одан кейін 4-еу бір-бірден. 2, 3, 4. Прибавка. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Прибавка.
міндетті түрде өздеріңізді тексеріп отырыңыздар, шатасып кетулеріңіз мүмкін. Бұл соңғы қатар. 4-еуін тоқыдық. Енді қалған 9 столбик без накидан до конца тоқып шығыңыздар. Міне соңғысы. Енді воздушная петля жасаймыз. Мына шетін біз провязывать етіп шығуымыз керек. Обвязка деп аталады ол. Видеоға мұқият қараңыздар. Міндетті түрде тура солай мен жасағандай қылып тоқыңыздар. Мына жерде кішкентай воздушная петля шығып тұр, соған тоқисыздар. Мына жерде 2 петляны бірге қосып тоқисыздар. Ең бастысы бос қып тоқыңыздар. Қатты тартып тоқысаңыздар, жиырылып жаман болып қалады. Біздің клапанымыз дайын. Енді артық жіпті кесіп тастаңыздар. Одан кейін жіпті артқа қарай өткізіп, как обычно, петлялардың ортасына жіпті тығып көрсетпей қоямыз. Енді сумкаменен клапанды бірге жалғаймыз. Кішкене ұзындау жіп алып алыңыздар, 1-2 метрдей. Инені өткіземіз жіптен және де тігеміз клапанды сумкаға. Дұрыстап өлшеп алыңыздар, қарап алыңыздар, қисық кетіп қалмасын. Ары қарай видеоны дұрыстап мұқият қарап, тура менен артыңыздан қайталаңыздар. Мен клапанды осылай тоқыдым. Сіздер де дәл осылай тоқыдыңыздар деген үміттемін. Енді жағына жіпті кіргіземіз. Артық жіпті кесіп тастаймыз да, как обычно барлығын жіптердің бәрін тығып қоямыз. Енді фурнитураларды орналастырамыз.
біздің сумкамыз дайын. Сіздердің де қолдарыңыздан келді деп ойлаймын. Сәттілік!